Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын, бар жоғы 5-ақ минутта дайын болатын өте дәмді салатты дайындаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек заттар: қияр, сәбіз, қызылша, қырыққабат, чеснок, укроп, май, тұз және қара бұрыш қажет. Барлығын осылай турап аламыз видеодағыдай. Жарты шай қасық тұз салып, қырыққабаттың үстіне 1 шай қасық уксус құямыз. Видеодағыдай осылай жасаймыз. Қиярды саламыз. Бұл салатта ешқандай ештеңені қайнатпаймыз, пісірмейміз, қуырмаймыз. Бәрі де шикі күйінде жасалады. Сәбіз және қызылша. Қызылшаны да шикі күйінде сала береміз. Укроп, аскөк, чеснок, сарымсағымызды саламыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш. Майды жақсылап қыздырып, осылай үстіне құямыз. Чесноктың үстіне және осылай салаттың үстіне. Жақсылап араластырамыз. Бір минут қойып қойсаңыз болады, бетін жауып. Мінекей біздің салатымыз дайын. Өте тез, әрі оңай, қол жетімді ингредиенттерден тұрады, өздеріңіз көргендей. Сіздер де үй жағдайында осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Жақындарыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа әртүрлі салаттар бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.